Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Бүгінгі видеомызда физика пәнінен 2-ші тоқсанға арналған динамика негіздері бөлімі бойынша жиынтық бағалау жұмысын орындайтын боламыз. Бұл бізде 2-ші нұсқасы, каналда 1-ші нұсқасы да бар, ал 1-ші тапсырмадан бастап орындайық. Суретте оңға қарай кетіп бара жатқан вагон ішіндегі адамның қозғалысы бейнеленген. А тапсырмасы: суретте қандай құбылыс бейнеленген? Б тапсырмасы: суреттегі адам қозғалысын сипаттаңыз. А тапсырмасында адамның инерция бойынша қозғалысы. Б тапсырмасы: бірінші суретте кенеттен вагон жылдамдығын арттырса, онда ішіндегі адам артқа қарай құлайды. Бұл кезде инерция заңы орындалмайды. Екінші суретте кенеттен вагон жылдамдығын тоқтатса, онда ішіндегі адам алға қарай құлайды. Бұл кезде де инерция заңы орындалмайды. Екі суретте де инерция заңы орындалмайды, себебі адам тыныштық күйін жоғалтып отыр. Ал инерция заңы тек тыныштық күйін сақтайтын денелерде орындалады. Келесі 2-ші тапсырма: суретте жеңіл автокөлікті итеріп жатқан адам бейнеленген. Жеңіл автокөліктің массасы 1,4 тонна. Егер оның доңғалағы мен асфальттың арасындағы үйкеліс күшін елеусіз аз десек, жеңіл автокөлік 0,25 метр бөлінген секунд квадрат үдеу алу үшін адам қандай күш түсіру қажет? Берілгенін жазып аламыз. Массамыз тоннамы берген, оны килограммға айналдырамыз. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1,4-ті 1000-ға көбейтеміз. Сонда 1400 килограмм болады. Күшті табыңдар деген Ньютонның екінші заңы формуласы бойынша күшті табамыз. F тең ma. Осы формулаға салып күшті есептейміз. F тең массамыз 1400 килограмм, көбейтеміз, үдеуіміз 0,25 метр бөлінген секунд квадрат. Есептесек бізде күшіміз 35 ньютон. Сонда жауабы күшіміз 35 ньютон. Үшінші тапсырма: тарту күші 15 килоньютон болатын жүк көлігінің артындағы тіркемеге 0,3 метр бөлінген секунд квадрат үдеу береді. Егер сол тіркемеге келесі бір жүк көлігі 60 килоньютон болатын тарту күшін түсірсе, тіркеменің алатын үдеуін анықтаңыз. Берілгені жазып аламыз. F1, F2 күштері және үдеу A1 берілген. А2-ны табуымыз керек. Күштеріміз килоньютонмен берілген. Қыбыжыға келтіріп алайық. Килода оның 3 дәрежесі бар. 15 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон. 60-ымыз 60 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон. Енді А2-ны табу үшін Ньютонның екінші заңы формуласын қолданамыз. F1 тең ma. Енді А2-ны табу үшін Ньютонның екінші заңы формуласын қолданамыз. F1 тең ma1. Осы жерден массаны табамыз. F1 бөлінген A1. Осы сияқты F2 үшін жазамыз. F2 тең m A2. Mді табатын болсақ, F2 бөлінген A2. Массалары тең болғандықтан екеуін теңестіріп аламыз. F1 бөлінген A1 тең F2 бөлінген A2. Осы жердегі A2-ны табуымыз керек. Ол үшін F2-ні A1-ге көбейтеміз. Бөлінген F1. Осы формулаға сан мәндерін қойып есептейміз. F2-міз 60 көбейтілген оның 3 дәрежесі ньютон. A1-міз 0,3 метр бөлінген секунд квадрат. Бөлеміз F1 15 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон. Оның 3 дәрежесі мен оның 3 дәрежесі қысқарып кетеді. 0,3-ті 60-қа көбейту 15-ке бөлсек 1,2 метр бөлінген секунд квадрат шығады. Яғни жауабы А2-міз тең 1,2 метр бөлінген секунд квадрат.
Төртінші тапсырма. Суретте үстел үстінде жатқан А денеге жіп арқылы екінші Б денені ілгені бейнеленген. А денесі төмен қарай 5 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен Б жүгінің салмағы әсерінен қозғалады. Егер А дененің массасы Б дененің массасынан 2 есе аз болса, онда Б дененің салмағын анықтаңыз. Үйкеліс күшін ескермеңіз. А денемізге жіппен Б денеміз ілініп тұр, және Б дененің массасы А денеге қарағанда 2 есе көп. Яғни А дененің массасы Б дене массасына қарағанда 2 есе аз. Енді бізге Б дененің салмағын анықтау қажет. Берілгенін жазып аламыз. Екі дененің де керілу күш формуласын жазамыз. А денесі үшін керілу күш формуласы Т тең МА денесі көбейтілген үдеуіміз А. Ал В денесі үшін F А тең М Б денесі көбейтілген А үдеу. Енді салмақ формуласына М Б денесі G минус А осыған қойып есептейміз. М Б бізде 2 МА-ға тең. G 10 метр бөлінген секунд квадрат үдеуіміз. Үдеуіміз 5 метр бөлінген секунд квадрат. Оннан 5-ті алсақ 5, 5-ті 2-ге көбейтсек 10. МА шығады, сонда жауабы А денесінің салмағы 10 есе көп. Соңғы 5-ші тапсырмамыз. Автокөлікпен келе жатқан жолаушылар бір сәт салмақсыздық күй кешу үшін автокөлік радиусы 35 метр дөңес көпірдің ортасынан қандай жылдамдықпен өтуі қажет. Берілгенін жазып аламыз. Радиуспен еркін түсу үдеуін жазып қойдым. Жылдамдық табу керек. Центрге тартқыш үдеу формуласын қолданамыз. Жылдамдық квадраты бөлінген R. Үдеуіміз берілмеген, сонда еркін түсу үдеуі тең. Формуламыз өзгереді. G тең V квадрат бөлінген R. Осы жерден жылдамдықты табамыз. Түбір астына аламыз. G көбейтілген R деген формула шығады. Енді осы формулаға сан мәндерін қойып есептейік. Жылдамдық түбір асты 9,8 метр бөлінген секунд квадрат көбейту 35 метр есептесек, түбір асты 34 343 шығады. 343-ті түбір астынан шығарсақ 18,10 метр бөлінген секунд квадрат. Сонда жауабы жылдамдығымыз 18,5 метр бөлінген секунд квадрат. Осымен жұмысымыз аяқталды. Бұл видео динамика негіздері бөлімі бойынша BGB-ның екінші нұсқасы. Каналда бірінші нұсқасы да бар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.